Армысыздар, Белсенді ел республикалық жобасының көрермендері. Стрессті бастан кешірмейтін адам жоқтың қасы деуге болады. Әсіресе мына пандемия жағдайында бұл терминді жиі естиміз. Және бірден негативтік ой келетіні анық, алайда стресс бұл дұрыс өмір сүрудің кепілі екенін білесіз бе? Олай болса, бүгін біз стресстің денсаулыққа пайдасы мен зияны және онымен күресу жолдары жайында физиолог маманы профессор Қалима Мейрамбайқызымен әңгімелесеміз. Қош келдіңіз. Сұхбатымызда жалпы стресс дегеніміз не, оның қандай түрлері бар және қандай симптомдары бар деген сұрақтардан бастайық. Қазіргі уақытта өте қарқынды, өте икемді өмір сүру барысында уақыттың жетіспей жағдайында ауқымды көлемді жұмыс жасап үлгеру және сыртқы ортадан түскен көптеген ақпаратты өте тез арада соны өңдеуге қажеттілік пайда болғанда, әрине стресс мәселесі өте маңызды екені белгілі. Сонымен қатар өздеріңіз білетіндей, өкінішке орай қазіргі таңда бүкіл әлемде пандемия жалғасып жатыр, ковид өршіп бара жатыр. Әрине кез келген ел бірінші мақсатта, бірінші кезеңде сол халықтың жағдайын жасап, халықтың денсаулығын ойлау барысында көптеген шектеулер қойылады. Оны бәрін біз білеміз. Бұндай кезде әрине әр адамның өзінің күнделікті әдеттегі өмір салты шектеліп жатыр. Оны бәріміз білеміз. Күнделікті өмір салтынан айырылып жатыр адамдар. Әрине бұл қазіргі заманда стресстің енді басты себебі деп айтуға да болады. Стресс деген түсінікті, мен ойлаймын, енді бүкіл әлемде кез келген адамға ол танымал. Кез келген адам өзінің әдебиетінде, сөйлеу барысында стресс деген сөзді кеңінен пайдаланады. Мен де стресс жағдай болды, стресс жағдайдан шыға алмай жатырмын, стресске тап болдым дегендей. Бірақ енді бұл стресстің әрине физиология тұрғыдан, медицина тұрғыдан оның өте қолайлы жақтары бар, қолайсыз жағы бар, бірнеше кезеңдері бар. Бұл өте күрделі процесс деп айтуға болады. Енді стресс деген терминді алғаш рет әрине медицина әдебиетіне где-то 1926 жылы Канада патолог Ганс Силье деген бірінші рет осы стресс түсініктемені енгізген. Содан бері әрине Ганс Силье осы стресстің негізін қалаушы деп айтуға болады. Себебі ол кісі осы стресстің концепциясын құрастырған. Бұл енді оның үлкен тарихы бар. Стресс кезінде стресстің пайда болу жолдары, механизм анықтау барысында әрине Ганс Силье үлкен қызмет жасаған. Ол негізі Канадада медицина институтының студенті болған. Сол бірінші курстан бастап медицина тақырыптарына байланысты профессорлар лекция оқығанда үлкен назар аударған. Медицинада енді бірінші курстарда профессорлар теория пәндерден лекция оқиды, мысалы жануарларға жасанды түрде әртүрлі патологиялық процестерді шақыратынымыз бар. Мысалы қабынуды, аллергия жағдайды, шок деген. Осындай лекцияларды тыңдағанда Ганс Силье мынадай нәрсеге көңіл аударған. Қандай патологиялық процесс болса да, бірақ ұқсастық өте көп екенін Ганс Силье анықтаған. Жоғарғы курстарда ол клиника пәндерде де профессорлар, доценттер лекция дәріс бергенде бұл жерде науқастарды көрсеткен. Мысалы пневмонияға ауру бар адамдар, немесе холецистит сияқты, бронхит. Сол кезде де Ганс Сильенің көрген нәрсесі қандай ауру болса да көп ұқсас жалпы белгілер барлығы жағдайда бар екеніне көз жеткізген. Осының бәрін ойластырып, Ганс Силье мынадай шешімге келген. Тірі организмде кез келген сыртқы ортадан ықпалдар әсер еткенде қандай түрі болсын, ол химиялық ықпалдар, ол физикалық, ол жаңағы
аурулардың қоздырғыштары болсын, әйтеуір организмде бір биарнамалы, не спецификалық, не специфическая дейміз, реакция қалыптасатыны бар екенін дәлелдеді Ганселье. Бұл реакцияны ол стресс реакция деп атады. Стресс реакция дегеніміз ол организмдегі бүкіл қорғаныш күштердің мобилизациялануы, көтерілуі нәтижесінде кез келген сыртқы қолайсыз болсын ықпалға жауап беріп, содан қорғау организмді қорғайтын реакция болып табылады. Енді түрлеріне дегенде физиологиялық, психологиялық стресс түрлері бар, сол жайында атап өтсеңіз. Әрине, енді стресс аясында көптеген болжамдар бар. Стресстің бірнеше түрлерін атап өтеді. Енді стресстің әрине физиологиялық түрідан бар. Физиологиялық стресс дейміз, ол организмге пайдалы. Стресс кезінде организмде енді эндокриндік жүйе, гипоталама, гипофиз, бүйрек үсті безі деген жүйе бар. Сол бірден іске қосылатыны бар. Бұл физиологиялық стресс. Негізі Ганселье айту бойынша стресстің 3 кезеңі бар ғой. Бірінші кезең ол жаңағы тревоги дейміз, үрейлену кезеңі. Бұл кезде организмге бір ықпалдар әсер еткенде организм соны қарсы алып, сонымен күресуге дайындық жасайтын бірінші кезеңі. Ол жаңағы организм енді өзін өзі реттейтін, өзіне жағдай жасайтын жүйе ғой. Сондықтан осындай ықпалдар организмге түскенде организм бірден бүкіл қорғаныш күштеріне ақпарат жеткізеді. Осындай жағдай болып жатыр деп. Бұл бірінші кезең. Екінші кезеңде әрине ол төзімділік кезеңі. Бұл кездерде бүкіл жүйелер дайын тұрады. Ол жаңағы гипоталама, гипофиз, бүйрек үсті безі деген жүйе бар. Симпатоадреналдық жүйе деген бар. Бұл гормондардың қызметі іске қосылатын жүйелер. Осы жүйелердің қызметі белсенділігі артта бастайды. Нәтижесінде сол гормондар бүкіл организмдегі процестерді іске қосады и жаңағы стрессорларға қарсы мүмкіндік туындайды. Ал үшінші кезең ол әлсіреу. Егер әрине стрессорлық факторлардың әрине табиғатына байланысты, ұзақтығына, күшіне, егер негізі екінші кезеңмен аяқталуы мүмкін. Егер стрессор өте қатты болса, әрине уже организм енді шамасы шектеледі. Онда уже әлсіздену кезең болады. Жаңағы айтқан жүйелердің қызметі тежеле бастайды. И әрі қарай физиологиялық жаңа айтып жатқан стрессіміз, пайдалы стрессіміздің патология түрге өтетіні бар. Сонымен қатар кеңінен әрине мынадай түсініктеме бар. Эустресс деген жаңа айтқанымыз, дистресс деген түсініктер. Эустресс енді медицинада барлығы терминдер грек латын тілінен алған ғой. Эустресс деген деген сөз өзі өте жақсы. Орысша айтсақ, очень хороший, очень самый настоящий, ең нақты стресс дегенді түсіндіреді. Эустресс кезінде ол жаңағы физиологиялық стресспен стресс сияқты деп айтуға болады. Бұлында физиологиялық стресс деп айтуға болады. Себебі бұл кезде организм өзінің бүкіл қорғаныш күштерін көтеріп, сол стресстен шығуға жағдай жасайды. Ал дистресс деген сөздің өзінің мағынасы ол дерт деген. Орысша айтсақ, это страдание. Бұл бір патология жағдай, организмге қауіпті жағдай төнгенін көрсетеді. Дистресс әрине бұл кезде жаңағы қауіпті жағдайда қосылатын реакциялардың шамалары жетпейді. Бұл дистресстің бұл өте күшті стрессордың әсерінен болады. Ол өз алдына жедел болады. Острый стресс дейміз. Мысалы, ойламаған жерде су басып кетті квартираны дейік, мысалы. Ойламаған жерде жақын адамнан айырылған бір хабар түскенде. Бұл өте күшті, мощный стресс. Бұл дистресс әрине, бұл жедел түрдегі. Сонымен бір оқыға мысал үшін жаңағы ойламаған жерден болатын стресс болатын болса, бірақ уақыт өте келе ол стрессқа жаңада қуанышты хабар әсер етсе, сонда оның нәтижесі қандай болады? Бұл кезде организмнің енді мүмкіншілігі өте көп қой. Жаңағы қауіпті жағдай төнгенде әрине организмді оған реакция тудырады шамасы келгенше. Ал енді жақсы қолайлы ықпалдар соңынан әрине енді өмір жалғасады ғой. Уақыт өтеді, әрине
организм бүкіл күштерін қалпына келеді, қайтадан жаңағы осы стресс жағдайынан шығуға әрекет жасайды. Сонымен жаңағы дистресстағы да айтатын болсақ, жедел дистресс бар, бірден ойламаған жерде, и созылмалы дистресс. Вот қазіргі заманда енді өкінішке орай пандемия жағдайында көп адамдарда жаңа айтып жатырмын ғой, күнделікті өзінің жаңа өмір сүру салты бәрі бұзылып жатыр ғой. Енді біз амалымыз жоқ, себебі бірінші кезеңде денсаулық маңызды ғой, ахуал жақсы болу керек. Сондықтан біз үкіметіміз, қоғам бәріміз соған баруға мәжбүрміз, шектеліп отырамыз. Вот бұндай жағдай әрине жаңа дистресстің созылмалы түріне әкеледі. Созылмалы айлар, күндер. Ал созылмалы дистресс денсаулықтың қандай да бір ахуалдарына әкеле ме? Міндетті түрде әкеледі. Қандай ауруларға міндетті түрде әкеледі. Әрине, бұндай созылмалы жаңағыдай дистресс болған жағдайда организмде қанша жүйелер бар, олардың мүмкінділігі қызмет жасау шамалары шектеле бастайды. Мысалы, қан айналым жүйесін алсақ, енді стресс болған жағдайда бірінші кезеңде рефлекторлық жолмен жүрек өзінің жиілігін арта бастайды. Қанның тез жүргенін қамтамасыз етеді. Ал енді созылмалы, егер жаңағы стресстің бірінші кезеңде дабыл қағу дейміз ғой, тревога. Егер дабыл қағу созылмалы уақытқа өтетін болса, әрине қан айналым жүйесінің шамасы болмайды. Сол сияқты басқа жүйелер жағынан иммунитетіміз төмендейді, иммунотапшылық пайда болады, асқазан жара ауруларына әкеліп соғады. Тіпті адамдар ішімдік, наркомания, сондай жағдайларға да тап болатыны. Бұл әрине әр адамның енді жүйке жүйесінің түріне де байланысты ғой. Бұл жерде көп факторлар. Әр адамның өзінің жүйке жүйесінің бір түрі бар, әр адамның ортасы бар, тәрбиесі бар дегенде. Канадалық жаңа біз айтып кеткен медицина маманы Ганс Селие стресстен адам тек қана өлген кезде айырылады деген түсінікті туғызған екен, енгізген екен. Және ағылшынша fight or flight деген ұғым бар. Яғни күрес немесе қаш. Сонда қай жағдайда адам күресу керек, қай жағдайда ол стресстен қашу керек? Қаш деген ол енді эволюция жағдайында бізді жануарлар әлеміне жатамыз ғой. Эволюция кезінде жайлап жануарлар дамыды ғой. Оларда сол кезде стресс қашу, өзін қорғау мәселе болған. Сол кезде бұндай жануарларда адреналин деген гормон бар ғой, оны бәрі біледі. Бұл стресс гормоны болып есептеледі. Спортшыларда да бір жаңа жарысқа барғанда, немесе емтиханның алдында студенттерде адреналиннің мөлшері өте көп мөлшерде бөлінетіні белгілі. Сол сияқты қаш дегенде адреналин енді қауіпті жағдай организмге төнгенде организм шамадан тыс мүмкіншіліктері ояна бастайды деп айтуға болады. Организм ішкі ортада осы нені бәрін өзі реттеп отырады. Организмнің жаңағы осындай үрей пайда болу, осындай жағдайға дайындалу, осы жағдайды өткізу гормондарға тікелей байланысты. Мысалы, даже спортшылар дайындалу барысында қандай алдарында үлкен мақсат тұрғанда, олар осы стресс көмектеседі. Олар білет, ертең мысалы жарысқа барамыз, олар өздері организм дайындалады сол стрессқа. Бұл стресстің пайдалысы өте көп. Дұрыс айтасыз, Ганс Селие айтқан, біз бәріміз медицинада білеміз, стрессіз адам өмір сүре алмайды. Стресс біздің күнделікті өмірімізде бізбен бірге жүреді. Стрессіз біз өмір сүре алмаймыз. Стресс біздің бүкіл организмдегі қорғаныш күштерімізді көтеріп отырады. Біздің иммунитетімізді көтеріп отырады. Иммунитетке байланысты антиденелердің қалыпты жағдайда болуын қамтамасыз етеді. Сондықтан әрине стресс бізге өте қажет. Тек ол патологияға айналып кетпесе болды дейсіз? Әрине, стресс енді бәр нәрсе қалыпты нормада жақсы ғой. Егер біз әрқашанда сабақта да айтамыз, мынау мысалы норма, бұл қалыпты физиология. Норма дегенде қанның қызметі мынадай болу керек, тыныстың қызметі мынадай болу керек. Ал енді бұл шекарадан өтсе, әрине уже ары қарай патология, ауру басталады. Сондықтан жаңағы созылмалы басында айтқан дистресстің есебінен стрессордың жаңағы мерзімі өте көлемді болғанда, әрине бұл стресстің пайдалы жағы уже патогендік, қолайсыз ауруға әкелетін жағдайға өтеді. Сондықтан жиі болатын стресс адамдарда инфаркт миокарда, жаңағы
жедел стресс деп айтып жатырмыз ғой. Көп адамдар мысалы, статистикада бар, ер адамдарда жиі кездеседі инфаркт. Жұмыс үстінде отырып, бірден инфарктқа ұшыраған жағдай. Значит, мощный какой-то өте жоғары деңгейде стрессорлық фактор әсер етті да. Бұл жерде адреналин көп бөлінді. Адреналин жаңағы жүректің келетін тамырлар бар ғой. Енді жүрек тағза болған соң, ол да қоректену керек. Оған келетін тәждік тамырлар тарылып қалады. Адреналиннің әсерінен, адреналин стресстің әсерінен. Сосын қан келмеген соң, ол жердегі жүректің ұлпалары, клеткалары некроз, инфаркт, өлімге ұшырайды. Инфаркт пайда болатын, ары қарай енді салдары жалғаса береді. Енді егер көлемді инфаркт болса, ол бірден жүректің тоқтатуына келуі мүмкін. Егер бір шамалы болса, онда әрине ол қалпына келеді дегендей жағдай. Және сіз спортшыларға осы стресс үлкен көмегін тигізеді дедіңіз. Қай жағдайынан соны кішкене нақтылап айтып өтсеңіз? Қалай? Спорт, физкультура деген енді қоғамның бір енді бөлігі деп есептесек болады ғой. Қоғамның қаншалықты енді культурасы, оның тәрбиесі, енді кішкентай жастан бастап балаларды біз сол спортқа үйретеміз. Себебі спорт дегеніміз ол әрине бұлшық еттеріміздің қимыл әрекеттері. Бұлшық еттеріміздің қимыл әрекеттері ол организмдегі көптеген физиологиялық процестердің бірі. Себебі бұлшық еттер өте жоғары деңгейде белсенділігі артатын болса, олар қанның келгенін, көбірек келгенін талап етіп отырады. Соған орай организм соған бейімделеді. Ондай болса, жүрек қызметін арттырады, қанды көбірек жеткізеді, оттегінің мөлшері көбірек келеді. Қызмет жасап атқан бұлшық еттерге ол өте жаңағы қажет болып табылады. Енді бұның бәрі де әрине норма деңгейінде. Егер стрессор өте күшті болса, онда бұлшық еттердің түйіліп қалуына келу мүмкін. Бұлшық еттерде қанның жүрмей қалуына келу мүмкін. Оның да енді жалпы стресс қалай организмге қолайлы және қолайсыз ықпалы әсерін көрсететін болса, сол сияқты жаңа жаттығуларға да сондай әсерлері бар ғой. Ал ел университетінің директоріне сүйенсек, стресс жағдайындағы адамдардың 21%-ында спортпен айналысу ниеті төмендейді екен. Яғни осындай жағдайда адам қалай өзін өзі қайрап, осылай спортпен емес, дене белсенділігімен айналысуға өзін өзі күштеуі керек. Қандай кеңес берер едіңіз? Әр адам енді өзінің жаңағы айтқандай табиғатына байланысты өзінің тәрбиесі бар, жасынан келе жатқан өзінің мәдениеті бар, өзінің ұстамалары бар, өмірге деген мақсаты бар, тіршілік жасау, денсаулықтың жоғары деңгейде болуына енді әрқашанда ерекше қазіргі заманда біз бір-бірімізге ең бірінші кезеңде денсаулық зор болған тілеп жатырмыз ғой. Бұрын оған біз онша мән бермейтінбіз, кезекті дежурный сөздер сияқты. Денсаулығың зор болсын, қазір бірінші кезеңде аман болыңдар, денсаулығың зор болсын. Енді физиология тілінде ол организмдегі бүкіл жүйелерін қалыпты деңгейде қызметін жасап, сенің организмнің тіршілігін қалыпты жағдайда сақтасын деген мағынаны білдіреді ғой. Сондықтан әрине әр адам біледі, қимыл әрекет ол өмірде де философияда да бар ғой. Қимыл әрекет жасаған адам ол биік шыңға көтеріледі. Даже философияда мынадай заң бар, диалектика деген. Диалектика – это все қимыл әрекет жасау барысында, все в движении. Егер қимыл әрекет жасасақ, біз мақсаттарымызға жетеміз, биік шыңнан көрінеміз дегендей. Енді сондықтан әр адамның қимыл әрекет жасауы ол өте маңызды, ол әр адам оны білет, оған өте үлкен көңіл аударады деп ойлаймын. Енді әрине 100% барлық адамдар мүмкін онымен айналыспаса да, бірақ бұл тіршіліктің негізі екенін барлық адамдар біледі ғой. Әрине, ол салауатты өмір сүрудің де негізгі қағидаларының бірі ғой. Енді психолог мамандарда көбінесе мына стресс дегеніміз енді түрлі ойлардың мазалауы ғой. Осыдан арылу үшін спортпен болмаса да дене белсенділігімен айналысуға кеңес беріп жатады. Әрине.
Яғни дене белсенділігінің стресспен күресуге де рөлі зор болып тұр ғой. Өте маңызды. Себебі дене белсенділігі жоғарылағанда, қатар стресс жүргенде, стресс жаңағы айтқандай организмде күрделі процесстерді, бүкіл биохимиялық дейміз, реакцияларды, гормондардың іске қосылуын жүзеге асырады. И сонымен қатар жүйке жүйесінде өте маңызды эндогендік. Эндо деген ішкі ортаның өзінде, жүйке жүйесінде опиаттар деген химиялық заттар бар. Сондықтан қимыл әрекет жасағанда стресс кезінде бұлардың мөлшері артады. Бұлардың мөлшері артады, олар әр қарай келесі жаңағы бөлімдерді, келесі жүйелерді іске қосып, осы жағдайдан шығуға көмегін береді. Следующее звено, келесі тізбекті. Енді организмде бүкіл процесстер бір-бірімен өте тығыз байланысты ғой. Бір тізбек, екінші, үшінші, бесінші. И нәтижесі енді мақсат, арқашында бір мақсат, тіршілік сақтау, и сол мақсатта орындау. Стресстен арылу үшін енді қазіргі уақытта түрлі жарнамалап жатады, дәрумендерді. Сол дәрумендер жайлы не айтасыз? Енді дәрумендер, әрине, өздеріңіз білесіздер, дәрумендер, витаминдер бізге өте қажет. Себебі организм, мысалы, өзі витаминді өндіре алмайды. Тек қана бір К деген витамин бар, қан кетуге қарсы. Қалған витаминдердің оның бірнеше түрлері бар, олар сыртқы ортадан түсетіне белгілі. Өте аз мөлшерде, бірақ витаминдердің организмге қажеттілігі өте зор. Кез келген даже қалыпты өмір сүру барысында, қазіргі пандемия заманында айтып жатырмыз ғой, иммунитетті сақтаңыздар. Себебі бұл ковид вирусқа қарсы бір, әрине, бүкіл әлемде неше түрлі емде әдістерін іздеп жатыр. Оның пайдасы бар, пайдасы болмаған жағдайлары бар. Бірақ ең бастысы, бұл пандемия кезінде и жалпы кез келген организмге бір дерт қалыптасқанда, ол иммунитет. Әр адамға табиғат бізге иммунитет деген өте жақсы қасиетті беріп қойған. Иммунитет деген ол қақпа. Ол ештеңені кіргізбеу керек. Егер иммунитет нашарласа, қақпа ашылады, пожалуйста. COVID-19-ның, басқа да вирустар, басқа қолайсыз ықпалдардың барлығы организмге түсе береді. Сондықтан иммунитетті жоғары деңгейде сақтау барысында да витаминдердің әрине үлесі өте зор. Иммунитет енді стресспен де байланысты ғой. Егер стресс бір жағынан организмнің қорғаныш күштерін мобилизациялап көтеріп отырады, стресстің арқасында иммунитет жоғарылайды. Мына жағынан витаминдер көмектессе, оның барлығы енді жақсы нәтижеге әкеледі. Ал қандай дәрумендерге көп жүгінген дұрыс? Табиғи, жоқ әлде жаңағы дәріханаларда сатылатындарда қаншалықты пайдасы зор олардың? Енді қазіргі заманда біздің фарм өндіріс дегенде ол дамып жатыр ғой. Енді сөздің шыны керек, ол да бір конкуренцияның... Конечно, әрине, витаминдердің қазір неше түрлісі бар ғой. Особенно поливитаминдер. То есть, витаминді алсаң, ішінде бәрі бар. Қай жағына да пайдалы болады деген. Негізі олардың барлығын бірін-бірімен араластыруға болмайды дейді. Әрине, енді оны витаминдер егер сондай көп мөлшерде нақты пайдаланатын болғанда, әрине, наверное, медицина қызметкерлерімен кеңес алғанда жөн шығар. Себебі енді әр адам организмі әртүрлі ғой. Мүмкін бұл организмде бір аурулар бар шығар. Мүмкін ол витаминнің әсерінің пайдасы шамалы болады, или басқаша. Енді, мысалы, қысқы уақытта әрине көбінесе сол аптекада витаминдерге пайдаланатымыз бар. Енді жазғы мерзімде көкөністер бар ғой, енді оның ішінде бүкіл витаминдердің барлығы соның ішінде бар. Сондықтан енді қысқы уақытта болса да әрине сол табиғат витаминдер көкөністі көп пайдаланған өте жақсы болады. Соның ішінде көп витаминдер бар деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Және тағы да бір сұрақ, жаңағы стресс жағдайындағы адамдарға қалай көмектесуге болады? Стресске ұшыраған жағдайда әрине өте стрессті шақыратын себептер өте көп. Айта берсек өте көп. Бірінші кезеңде енді ол адамның қасында әрине жақын адамдар болу керек қой. Енді ол ортада тұрады, ол қоғамда тұрады. Көбінесе стрессқа ұшырайды қандай адамдар? Жеке басты адамдар. Одиночество дегендей бар ғой. Сондықтан жалғыздық енді басқа түспесін деген халықта пікір бар. Себебі адам
жалғыз болғанда өте қатты ойларға кетеді. Вот қатты ойлану ол жаңағы стрессорлар дейміз, стресс шақыратын себептерінің өте жиі кездесетін түрлерінің бірі. Опять тағы да міне қазіргі заманда адамдар енді ойлану жағдайда ғой, қалай болады алда, ешқандай жоспар құра алмаймыз, қалай алда болады балаларымыз деген сияқты, қалай өмір сүреміз, уайымға түсу. И бұл жерде жаңа мен айтып жатқаным, ол адамға байланысты біріншіден, жүйкесіне байланысты. Вот жүйкес түрінде вот Павловтың 4 түрін анықтағаны бар. Ол жаңағы ежелгі ғалым Гиппократ деген, енді бәрі біледі ғой, қай заманда, еще древний ежелгі заманда сол әр адамда темпераменттің бір түрі бар деп анықтаған. Ол мысалы сангвиник, ол флегматик, ол холерик, ол меланхолик. Вот. Бұл енді Павлов деген... Бұлардың арасын ара жігін ашып берсеңіз, иә. Әрине. Бұл енді сангвиник деген темперамент, бұл адамдар өте өмірге деген мақсаттары, өмірге деген ойлары әрқашанда өте ақжарқын адамдар. Олар әрқашанда мақсат қоятта, сол мақсатқа міндетті түрде жетеді. Олар мойынсынбайды. Ну енді пандемия өтіп жатыр, не істейміз? Енді бұл вирус қасымызда жүреді деп, мысалы, күйзеліске түспейді. Зато мен жаңағы иммунитетімді көтеріп отырам, жаңа бүкіл шектеулерді сақтаймын деген. Бұндай адамдар даже медицинада вот біз студенттерге түсіндіреміз, егер дәрігердің алдына осындай адам келсе, ну ауырды мен не істеймін? Сондай болған шығар, емделем, бәрін жасаймын. Да, бұндай адамдар көбінесе сангвиниктер, лидерлар болады ғой, ортада көшбасшы. Оның айтқан дегені дегендей. Енді ортада да бар, қоғамда да бар, топта да бар. Олар алып кетеді. Қай жағдайда болмасын, қай жағдайға да болмасын, дұрыс көзқараспен қарайтын адамдар ғой. Да, керек болса бір қаладан екінші қалаға өтеді, бір топтан студенттерге айтамыз, екінші топқа өтеді. Реалистік деген адамдарды жатқызуға бола ма? Да, болады. Это те, которые конкретно ситуацияны анықтап, соған енді принимают так, как есть, қалай соған мойынсынбай, да, қалай есть, қалай бар. Бұндай адамдармен медицина клиникада өте жақсы қызмет жасауға. Олар барлығы нұсқауды орындайды. И өте тез жазылып кетеді бұндай адамдар. И ортада да бұндай адамдардың сенімдері болады ғой. Сенімдері өте жоғары болады. Бұндай адамдармен қызмет жасаған, бұндай адамдармен өмір сүру өте маңызды, өте пайдалы деп айтуға болады. А вот екінші түрі флегматиктар, олар енді жаңағы осы темпераментқа сүйеніп, белгілі бүкіл әлемге Иван Петрович Павлов деген физиолог бар ғой, енді біз физиология тұрғыдан қараймыз. Павловты бүкіл әлемге белгілі, мойындаған, ол бүкіл әлемнің физиологиясының атасы деп есептеуге болады. Павлов сол енді Гиппократтың жаңа темпераменттеріне сүйеніп, ол әр қарай дамытқан. Ол да мысалы флегматиктар темпераментқа сүйеніп, Павлов екінші түрін ашқан жүйке жүйесінің. Ол күшті адамдар, то есть қозу мен шежіру процесстер бар ғой бізде жүйке жүйемізде, соған байланысты екеуді өте күшті деңгейде өтетіні. Сила у них достаточно деп айтуға болады. Сонымен қатар бұндай адамдарда жүйке жүйесі өте күшті, вот, және байсалды. Өте байсалды, но инертті түрі. Бұндай адамдар, мысалы, ойланады көп, бірақ бәрін дұрыс қарайды, ойланып, егер соған жеткен болса, соны түсінген болса, олар да, енді екінші топтағы жаңағы флегматиктарды көбінесе рабочая группа қызмет жасайтын топ деп айтуға болады. Ондай адамдарға тапсырма берсең, ол түнімен отыра, таңертең бәрін дайындап сізге көрсетеді. Да, вот сондай адамдар, это флегматики. Үшінші темперамент, ол холериктер ғой. Холерик деген енді темперамент Гиппократ бойынша, Павловтың айтуы бойынша бұл ұшқалақ. Бұлар күшті, бірақ бұларда қозу процестер өте басым болады. Қалыпты жағдайда қозу мен тежелу тепе-теңдікте, бұл жерде қозу өте жоғары болады. Бұндай адамдар көп жұмысқа қатысқысы келеді, басы бар, соңына жете алмай қалады. И медицина мекемелеріне келгенде де бір мекемеден екінші мекемеге өтіп кетуі мүмкін. Себебі мынау ұнамайды, екіншіге барам, үшінші солай уақытты пайдаланбайды. Процесс организмдегі ауру ары қарай жалғаса береді ғой. Ойында
да қажеттілігінде ауыстыра беретін адамдар ауыстыра береді бәріне. Сосын өте сондай қозғыш болады бұндай адамдар, раздражительный дейміз. Бірден өзінің несі дұрыс екенін түсіндіруге әрекет жасап отырады әрқашанда. Бұндай адамдармен енді ортада кішкене қиындау, бірақ енді орта бар ғой, олар әрине тәрбие бар, орта бар. Әр адам ортаңға бейімделеді. Себебі бұл темпераментнің төртінші түрін аяқтайық. Төртінші түрі меланхолик дегендер ғой. Меланхолик деген әлсіз түрі. Кейбір адамдар, оларда тежелу процестер басым болады. Холериктерде қозу басым болса, бұларда тежелу. Бұлар енді өмірдің ағымымен жүре беретін адамдар. Әйтеуір бір жерге өмірі әкелер деген сияқты. Бұндай адамдар егер бір күйзеліске ұшыраса, бір қауіпті жағдайға түсетін болса, өте қиын. Депрессияға кетіп қалады, ішімдікке беріліп кететін адамдар, меланхоликтер. Енді оны әлсіз түрі деп Иван Петрович Павлов атаған. Енді бұл әрине таза күйде төрт түрі болмайды. Ол әрине жаңа өзіңіз айтқандай аралас түрі. Бұл енді классика түрде осылай болу керек. Бірақ өмір сүру барысында ортаға қараймыз, тәрбиеге қараймыз. Холерик болсын, бәрі ортада тыныш отыратын адамдар, бәрі сангвиник, мен де кішкене жан-жаққа қарайын. Или меланхолик болсам, неге мен үндемей отырып. Меланхоликтер, мен айтам студенттерге, сабақ білсе де олар ешқашан қолын көтермейді. Вдруг мен дұрыс айтпайын, бәрі күледі маған дегендей. Сенімділігі өте төмен. Енді ортада бәрі сангвиник, жаңа айтқан флегматиктер болса, ол да ойланады, мен де айтайыншы, мен де көрейін, менің қай кемім бар деген сияқты. Сондықтан әрине орта өте маңызды ғой. Бір жағынан кез келген жағдайда біздің тұқымымыз бар, тұқым арқылы өтетін қасиеттер. Екінші жағы орта. Екеуі бірге қатар жүреді ғой. Генотип пен фенотип деген сияқты. Тағы да бір сұрақ, онда жаңа депрессия туралы айтып кеттік. Негізі депрессия мен стресстің айырмашылығын айтып өтсеңіз. Депрессия деген жағдай әрине ол стресске байланысты. Ол біріншіден жаңағы дистресс деп айтып жатырмыз ғой. Көбінесе депрессия осы созылмалы дистресста болады. Мысалы, жаңа жағдайда әртүрлі бір қолайсыз ықпалдар болғанда, жаңағыдай тағы да пандемияға келсек, жұмыс болмаған жағдайда, ол бір күнмен шектелмей күндер, айларға созылған жағдайда адамдар депрессияға ұшырауы мүмкін. Депрессия деген стресстен кейінгі кезең болып тұр ғой. Стресстен кейінгі кезең, оның жақсы жаманы болмайды ғой. Депрессия енді тағы да жаңағы әр адамның өзінің жүйке жүйесінің, жоғарғы жүйке жүйесінің түріне байланысты ғой. Кейбір адамдар уақытша депрессия болады. Какой-то енді адамның қасиеттері өте көп қой. Мидың қасиеттері өте көп. Әр адам өзімен өзі қызмет жасайды ғой. Ұстамалар өзінің бар, өзінің мақсаттары бар, өзінің ойлары бар. Сондықтан енді қатты күйзеліс болғанда, енді адам болған соң депрессияға кетіп қалуы мүмкін. Бірақ енді депрессия деген ол бірден кетті, осымен бітті деп айтуға болмайды. Себебі депрессия уақытша болуы мүмкін. Депрессия енді созылмалы түрде де болуы мүмкін. Егер енді әлеуметтік жағдайға байланысты ғой. Енді әлеуметтік жағдай төмендегенде әрине адамдар депрессияға кетіп, ішімдік, наркоманияға. Бұл жерде орта өте маңызды ғой, ортаның жақын адамдардың көмегі дегендей. Жақсы, құрметті Қалима Мейрамбайқызы, алтын уақытыңызды бөліп бізге келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Стресстің денсаулыққа пайдасы мен зияны жайында берген пайдалы ақпаратыңызға үлкен рахмет. Бүгін бізде қонақта болған физиолог, профессор Қалима Мейрамбайқызы. Құрметті біздің Белсенді ел республикалық жобасының көрермендері, бізбен бірге болыңыздар. Біз әлі де талай қызықты да пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.